Бұл қылмыс Кореяны дүр сілкіндірді, бірақ бұл қорқынышты жоспардың тек бастамасы ғана еді. Сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы, ал бұл 5 пошады фильмінің қысқаша мазмұны. Таңсәріде екі фотограф бұталардың арасынан қорқынышты бір нәрсе тауып алады. Көп ұзамай полиция қылмыс болған жерді қоршап тастайды. Іс өте ауыр. Өзен жағасынан 6 бөлікке мұқият бөлшектелген бір қыздың мәйіті табылды. Детектив мен мәйітті көруге келген бір зевак деп ойлап, бір ер адамды жерге құлатып жібереді, бірақ бірден тұрғызуға көмектеседі. Себебі ол талантты патологоанатом Кан Мин Хо еді. Сонымен қатар профессор оған институтта сабақ берген. Кан мәйітті мұқият қарап шығады. Бір себеппен оның оң қолы жоқ. Құрбанның аты Юна, жасы 29-да, бармен болып жұмыс істеген. Кан өкінішпен әдемі дене дейді, бірақ оның қолы қайда кеткен. Возможно, он просто ее потерял. Профессор барлығынан сыртқа шығуды сұрап, тек менді қалдырады. Кан мәйітті кесіп, ішкі мүшелерін ала бастайды. Детектив біраз уақыт шыдағанымен ақыры құсу рефлексіне төтеп бере алмайды. Көп ұзамай Кан қорытындысын береді. Юна басынан соққы алып өлтірілген. Қылмыскер мәйітті теңіз жағасында бөлшектеп, бөліктерін өзен сағасына тастаған. Денеден граниттің ұсақ бөлшектері табылды. Демек кісі өлтіру бетон зауытында болған болуы мүмкін. Полиция зауытты және оның маңайын тінте бастайды. Мен экологиялық белсенділер тобын байқайды. Бірақ сол сәтте әріптестері жетіспей тұрған қолды гранит үйіндісінің арасынан тауып алады. Осы кезде полиция өлген қыздың жігітін тергеуге алып келеді. Алайда Ганды Юнаны бір айдан бері көрмегенін айтады. Мен профессордың үйіне барады. Қабырғаның бәрі оның қызының суреттерімен толы. Қызы Америкада оқыған және ертең елге қайтып келуі керек. Кан бұл қылмыстың себебі жай ғана кісі өлтіру емес деп есептейді. Бұл бір мәлімдеме сияқты. Мен оны табиғат қорғаушылармен байланыстырады. Өзенді бөгеттермен бөліп 6 бөлікке бөлген. Құрбан да дәл солай 6 бөлікке бөлінген. Топтың жетекшісі Ли Сан-хо 4-ші топтағы мүгедек. Қылмыс орнында таяқтың және зақымданған аяқтың ізі табылған, сондықтан оны тергеуге алу туралы шешім қабылданады. Вы здесь, чтобы арестовать меня. Я должен заплатить за свои грехи. Мен оның уәжін анықтайды. Лидің отбасы бірнеше ұрпақ бойы балық аулаумен айналысқан. Бірақ өзеннің сағасы тартылып, отбасы банкротқа ұшыраған. После разорения из-за набережной ваш отец умер, а сестра покончила с собой. Оның аяқ киімінің іздері қылмыс орындағы іздермен сәйкес келеді. Вы нашли убийцу. Осы уақытта Кан әуежайда қызын күтіп тұр, бірақ ол келмейді. Бір бейтаныс адам оған Лисан есімді адамнан пакет береді, ішінен байланған қызының суреттері шығады. Сол сәтте мен қоңырау шалып кісі өлтірушіні тапқанын айтады. Оның аты Ли Сан-хо. Профессор қатты шошиды. Күдікті оның қызымен байланысты екені анық. Сонымен қатар Кан қызы елге бір апта бұрын қайтып келгенін біледі. Есеңгіреген ол полиция бөліміне келеді. Он признался, что отпилил конечности, а сейчас уставился на идиотские часы. Кан күдіктімен тергеу бөлмесінде оңаша қалады. Здравствуйте. Почему так долго? Почти день потеряли. Ли оның қызын босатады, бірақ Кан оны 3 күн ішінде түрмеден шығарып алуы тиіс, ал белсенді қылмысын толық мойындап қойған. Кан бұл адамның кім екенін және неге дәл оның қызын ұрлағанын түсінуге тырысады. Полиция болса Ли қызды бөлшектеу үшін қолданған электр араны тауып қойған. Кан үйіне оралып, ауыр жүрекпен скальпелмен өз итін жаралайды. Кейін лаборантты моргқа алдап шақырып, зертханаға кіреді. Ол арадағы қанның барлық ізін мұқият жуып тастап, оның орнына иттің қанын жағып, құралды пакетке қайта салады. Содан кейін профессор детективті сендіруге кіріседі. Мұндай ауру адам қызды қалай өлтіріп бөлшектей алады? Бәлкім ол әдейі кінәні өз мойнына алып отырған шығар. Кан Лимен кездесіп, қызымен сөйлескісі келетінін айтады. Эко белсенді сыбайласын шақырып телефон соғады, бірақ Кан телефонды тартып алады. Я тебя убью, если тронешь ее. Номер, который вы набрали, не существует. Профессордың жүйкесі шыдамайды, ол күдіктіні ұрып тұншықтыра бастайды. Сол кезде телефон қайта қоңырау шалады. Ты не ранена? Папа, он хочет убить меня. Помоги! Кан қызының дауысын естиді, бірақ әңгіме кенет үзіледі. Енді оған тек Лидің сөзіне сену ғана қалады. Бостандыққа шыққанда қызды босатамын деген уәдесіне. Кісі өлтіруші ең маңызды сұрақты қояды. Неге мен дәл Юнаны өлтірдім? Неге дәл сол қызды?
Таңертең лаборант детективке есеп берет, өкінішке қарай пайдасы жоқ. Арадағы қан адамдық емес. Полиция бастығы нағыз кісі өлтіру қаруын іздеуді жалғастыруды бұйырады. Кан да сол іспен айналысады. Ол полицейлерден бұрын Лидің үйіне кіріп, еденнен жасырын орынды табады. Бірақ ішінде ештеңе жоқ, тек Ли мен оның сыбайласының бірге түскен суретін табады. Сол кезде аулаға полиция көлігі келеді, сондықтан Кан жасырынуға мәжбүр болады. Полицейлер ауладан қанға боялған ломды табады. Осы уақытта мен профессордың үйіне келеді. Профессор жоқ, бірақ аяғы кесілген ит бар. Қыз оны бірден ветеринарлық клиникаға апарады. Это не нож, что-то острее. Похоже на скальпель. Жергілікті полицейлердің көмегімен Кан екінші қылмыскердің Ли Сан-хоның асыранды ағасы екенін біледі. Ол бұрын оның қайтыс болған қарындасымен кездескен. Кан оның үйіне кіріп кетеді. Қабырғалардың бәрі ұрланған қызының суреттерімен және газет қиындыларымен толы. Онда бір қыз туралы жазылған, оны бір топ жігіт зорлаған. Сол қыз Ли Сан-хоның туған қарындасы еді. Ваш отец умер, а сестра покончила с собой. Кан екінші қылмыскерді көріп, оның соңынан қуады. Ер адамды көлік қағып кетеді, бірақ ол бәрібір қууды тоқтатпайды. Пи Ион Шик оны көпірдің астында күтіп тұрған еді. Где моя дочь? Сволочь! Ол профессормен аяусыз төбелесіп бетін басып таптайды. Соңында басынан теуіп кетіп қалады. Енді бұл қылмыс экологиямен байланысты емес екені белгілі болады. Бұл жалған іс болған. Мен профессордың күдіктімен байланысы бар деп ойлай бастайды. Ол оның кабинетінде Ли Сан-хо мен Пи Ион Шиктің суретін табады. Кан қайтадан Ли мен кездеді. Это все из-за суда? Я вспомнил тебя. Я рассказал на суде правду о вскрытии. Ол өз кінәсін мойындайды, бірақ полиция қаруды тапқанда оны қалай босата алады. Когда все закончится, я убью тебя собственными руками. Неважно. Әзірге Кан тыныштала алады. Ломдағы қан тобы құрбанның қан тобына сәйкес келмейді, оның үстіне өлшемі де сәйкес емес. Неге мен дәл Юнаны өлтірдім деп тағы сұрайды Ли. Мен профессорды айғақты қолдан жасаған үшін қамауға алмақ болады, сондықтан Кан қызының ұрланғанын айтуға мәжбүр болады. Если Ли посадит, я ее больше не увижу. Детектив 10 жыл бұрынғы істі қайта қарайды. Ли Сан-хоның қарындасын бір топ жігіт зорлаған, бірақ дәлел жетіспегендіктен олар босатылған. Сол істің куәгерлері Юна мен профессор Кан болған. Мен профессорды бопсалап жатқанын түсінеді. Вы думаете, их освободили из-за отчета доктора Ган? Это не его вина. Это не вернет вашу сестру. Можно попытаться забыть прошлое, но его не изменить. Вы не это ищете? Осы кезде Кан тағы бір жоспар жасайды. Ол қыз шақырып, Юнаның жігітін азғыруын өтінеді. Кейін бардан оның саусақ ізі қалған стақанды алады. Қыз одан шәует алып профессорға береді. Мен профессордың дәл қазір тағы айғақтарды қолдан жасап жатқанын біледі. Ол түсініктеме талап етеді. Бірақ сол кезде Пи Ион Шик оны есінен тандырады. Енді ешкім кедергі келтірмеген соң Кан жоспарын жүзеге асырады. Ол тағы мәйітті кесіп, оның ішіне Гандоның шәуетін салады, және тізесіне оның саусақ ізін қалдырады. Кан сол сот процесін есіне түсіреді. Юна сотта қыз өз еркімен 3 жігітпен болғанын айтқан. Кейін Кан сарапшы ретінде сөйлеп, қыздың денесінде зорлық белгілері жоқ екенін мәлімдеген. Сот айыпталушыларды ақтап шыққан. Сол кезде Ли Сан-хо кек алуға ант берген. Қазір ол полицияға өзінің кінәсіз екенін айтады. Сол кезде Канның жаңа қорытындысы келеді. Жаңа айғақтар Гандоны айыптайды. Сол күні оны қамауға алады, ал Ли Сан-хо босатылады. Оны көлікпен Пи Ион Шик алып кетеді. Кан олардың соңынан барады. Детективтің әріптесі менге ауруханада бәрін айтып береді. 3 зорлаушы бай отбасылардан шыққан, барлық куәгерлер сатып алынған. Қазір олардың бәрі өлген, қылмыскерлер де, куәгерлер де. Тірі қалған жалғыз адам профессор Кан Лидің үйіне келеді. Как вы могли снова так поступить? Во второй раз. Было легче. Ол қарындасы үшін кешірім сұрайды, бірақ Ли оны таяқпен ұрып жібереді. Кан бәрін есіне түсіреді. Оның қызы туғаннан Гоши ауруымен ауырған. Оны тек Америкада емдеуге болатын, ал операцияға керек ақшаны сол бай жігіттердің ата-аналары ғана бере алған.
Сол себепті профессор арын сатып қызын құтқаруды таңдаған, ал әлгі қыздың әкесі одан көмек сұрап тізерлеп жалбарынған. Енді Кан өзі тізерлеп отыр, мені өлтір, бірақ қызымды өлтірме, ол кінәлі емес дейді ол. Бірақ Ли тым кеш екенін айтады. Кан ашуға булығып мүгедекті аяусыз ұра бастайды. Өлім аузында жатқан Ли қыздың өзен жағасындағы үйде екенін айтады. Сол кезде Мин Пи Ион Шиктің үйін табады. Ол барлық суреттер мен мақалаларды көреді. Ер адам оған шабуыл жасап тұншықтыра бастайды. Бірақ мен оны атып өлтіреді. Ол қыздың ваннада екенін түсінеді. Жол жабық болғандықтан Кан соңғы күшін жинап үйге қарай жүгіріп барады. Мен оған үйге кірмеуді өтінеді, бірақ ол тоқтамайды. Үйдің ішінде қыз үлкен аквариумда раушан жапырақтарының арасында жатыр. Пойдем домой. Тебе нельзя быть здесь. Кан қызын құшақтағысы келеді, бірақ қолында тек жапырақтар қалады. Менің қызым қайда деп айқайлайды ол. Ал ішінде тек басы мен аяқ қолдары ғана болған. Осы уақыт бойы патологоанатом өз қызының денесін өзі бөлшектеп жүрген. Оның ішіне әлгі адамның шәуетін салған. Ли алдын ала қыздың дауысын жазып алған, кейін оны Юнамен бірге өлтіріп екеуін де бөлшектеген. Ли Санхоның жоспары толық іске асты. Ол қарындасы үшін қорқынышты кек алды. Әлсіреген Кан үйден шығады. Больно, правда? Поняли, что вы сделали с дочерью? Она так сильно плакала, говорила, что так хочет увидеть папочку. Было тяжко ее убивать. Ли профессор өмірінің соңына дейін азап шегеді деп ойлаған. Бірақ доктор Кан тапаншасын шығарып Ли Санходы атып өлтіреді, содан кейін өзін де атып тастайды. Полиция келген кезде бәрі кеш еді. Барлық кінәлілер жазасын алған болатын.